Сәлеметсіздер ме арна көрермендері? Бүгін сіздерге ИГОВ қосымшасы арқылы қалай машинамызды, автокөлігімізді заңдастыруға болатынын көрсетемін. Алдымен видеодағыдай ИГОВ жүктемесін жүктеп алғаннан кейін тіркеліп кіреміз өз аты жөнімізбен. Яғни мен өз аты жөнімнен кірдім. Кіру деген батырма оң жақ бөлігінде бас жағында тұр. Одан кейін және автокөлікті заңдастыру деген батырмасы тұр екінші бөлікте. Соны басқаннан кейін мында аты жөніңіз барлығы шығып тұрады автоматты түрде. Одан кейін алдыңғы иесі дейді. Жаңағы автокөліктің иесінің аты жөнін, тегін барлығын дұрыстап жазып шығу керексіздер. Алдыңғы иесінің аты жөнін көрсетпес бұрын көлік құралын тексеру үшін халыққа қызмет көрсету орталығын таңдаңыз дейді. Астана қаласы бойынша бір ғана адрес, көше, Астана қаласы 20-40 көшесі екінші үйге апарып көлік құралын тексерту керексіздер. Мысалы, Астана қаласында тұратын болсаңыз, ал Алматы қаласында тұратын болсаңыз, ол жерде 3 көше көрсетіліпті. Жақсылап таңдауларыңызды жасағаннан кейін жалғастыру батырмасын басасыздар. Одан кейін көлік құралының санаты дейді. Таңдау. Бізде жеңіл автокөлікті таңдаймыз. Маркасын таңдаймыз міндетті түрде. Одан соң шыққан жылы, түсі, отын түрі барлығын дұрыс толтыру керексіздер. Мысалы, менің автокөлігім 98 жылы шыққан, түсі сұр түсті. Отыны, мысалы, газ, бензин, соның барлығын жақсылап толтыру керексіздер. Осы сұрақтардан кейінгі келесі сұрақ әкелінген елі дейді. Сіздің автокөлігіңіз қай елден әкелінген? Армения, Грузия, Ресей, Монғолия. Мысалы, біздің автокөлік Ресей қаласынан әкелінген, сондықтан Ресейді таңдап аласыздар. Мына жерде Ресей деп жазсаңыздар, қазақ тілінде таңдалып сіздерге көрсетілетін болады. Келесі сұрақтар көлік құралының пин-коды дейді. Сізде автокөліктің техпаспорт дейміз, орысша техпаспорты болу керек. Яғни сол техпаспортында пин-коды жазылады. Ағылшынша әріптермен және сандармен жазылады. Оны міндетті түрде осы жерде қатесіз көрсету керексіздер. Одан соң жалғастыру батырмасын басқаннан кейін сізге 15 минуттың ішінде жауабы келеді. Халыққа қызмет көрсету орталығынан. Жауабы оң болған жағдайда ары қарай халыққа қызмет көрсету орталығына барып, алғашқы жарнасын төлеп, көлігіңізді тіркей берсеңіз болады. Осы видео сіздерге пайдалы болды деген ниеттемін. Видеоны достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоға лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.